Енді келесі физикалық шамалардың тағы да бөлінуі, ол бізде скаляр және векторлық болып табылады. Былтырғы сабақта біз физикалық шамаларды екі түрге бөлдік. Ол бізге негізгі және туынды, кейбір кездерде оны туынды емес, жанама деп атайды. Енді жаңа айтқандай, физикалық шамалардың тағы да бір түрлері, ол бізде скаляр және де векторлық шамалар. Скаляр және векторлық шамалар. Енді олардың атауы өзінің айтып жатыр. Скаляр шамаларда тек қана мысалы оның сандық мәні беріледі. Мысалы 5 метр, мынау жерде жол айталық, кинематикадан. Енді векторлық шамада бізде оның сандық мәнімен қоса, яғни 5 метрмен қоса, бізде тағы да оның бағыты беріледі. Мысалы шығысқа, 5 метр шығысқа, ол бізде уже жол болмайды, ол бізде болады орын ауыстыру. Біз білеміз, орын ауыстыру, ол бізде А және де Б нүктелерін қосатын түзу болып табылады. Мысалы осындай мысалды қарастырайық. Мен А нүктеден, осындай бір траекториямен Б нүктеге келдім. Менің барлық өткен жолым, жасыл түспен белгілейік, ол осы менің қалдырған ізімнің ұзындығы болып табылады. Мысалы делік 100 метр. Енді орын ауыстыруға егерде келсек, осы жерде біз А нүктеден Б нүктеге түзуді жүргіземіз. Және де мұнда қарап отырғанымыздай, бізде орын ауыстыру одан аз болады. Мысалы 90 метр. Бірақ та мен айтам, А нүктеден Б нүктеден осыны көрсетуім керек. Осы скаляр және векторлық шамалардың айырмашылығы осында. Және де мысалы скаляр шамаларға біз мысалы динамикада өтетін массаны қарастырамыз. Масса мысалы 5 килограмм. Біз айта алмаймыз 5 килограмм шығысқа, батысқа, немесе А нүктеден Б нүктеге кейін, ал векторлықта біз мысалы нені жатқызуға болады? Ол жылдамдық. Бізде әрқашанда жылдамдық векторлық шама болып табылады, мысалы 5 метр секунд. Бірақ та біз осы жерде оның бағытын әрине де көрсетпейміз, бірақ та ол бізде бар. Содан кейін үдеу мысалы. Ол да бізде мысалы 5 метр секунд квадрат, біздеміз үдеу. Оның да бағыты болады. Мысалы жылдамдық егерде 5 метр секунд деп жазсақ, біз егерде жасақ минус 5 метр секунд, біз осы минус 5 метр секунд деп атайтынымыз, ол бізге қарама қарсы бағытта қозғалатынын айтамыз. Яғни минус 5 метр секунд ол сол жаққа, а плюс, жай ғана 5 метр секунд, ол оң жаққа дегенді білдіреді. Енді осы векторларға келген кезде біз әрқашанда жоғары қарай бағытталған немесе оңға қарай бағытталғанды біз оң таңбасымен белгілейміз. Ал сол жаққа қарай бағытталған және де төмен қарай жаққа бағытталған денелерді біз теріс таңбамен белгілейміз. Жаңа ғана айтқандай, мысалы 5 метр секунд оңға қарай кетіп жатыр, мысалы біздің денеміз, ол бізде оң вектор. Ал егерде қарама қарсы жаққа бағытталса, ол бізде минус вектор болып табылады. Сол себепті мысалы бізде салыстырмалық теориясы бар, егерде мысалы мен 10 метр секундпен машинада жүрсем, және де оған қарама қарсы бағытта 5 метр секунд жылдамдықпен лақтырсам бір денені мысалы, ол бізде минус таңбасымен кетеді да, соңғы жылдамдығымыз болады бізде оң жаққа уже 5 метр секундпен, яғни 10 метр секунд минус 5 метр секунд болады 5 метр секунд. Осы векторлар мен амалдарды қолдану бойынша бізде келесі сабақта болады.